Менің аты-жөнім Тыныш Айшат. Мен 10-шы сынып оқушысымын. Және менің көтергім келіп тұрған мәселе бұл еліміздегі электр және су тапшылығы болып табылады. Бұл мәселе біздің елімізде өте өзекті. Жыл сайын Екібастұз қаласында тұрғындардың жарық және жылусыз қалғанын естиміз. Бұл тек бір қаланың емес, бүкіл елдің ортақ проблемасы табылады. Судың жағдайы да қиын. Су қоймалары тартылып жатыр, өзендер азайып жатыр. Ал өзіміз болсақ, Іле, Ертіс, Сырдария сияқты өзендерге тәуелдіміз. Ал бұл өзендер өздерінің бастауын басқа мемлекеттерден алып жатыр. Егер олар көп қолданатын болса, бізге аз қалады. Бұның әсересі оңтүстік өңірлерде байқалады. Ауыл шаруашылығы, егіс, мал шаруашылығы қатты зардап шегеді. Оның үстіне климат өзгеріп, жауын-шашын азайып, мұздықтар еріп жатыр. Бұл су көздерінің азаюына алып келеді. Бірақ кінәні тек мемлекеттен ғана көруге болмайды. Өзімізден де қарап көрейік. Мысалы, үйде ешкім жоқ. Ал теледидар болса, жарықтар қосып қоюда әдетке айналған. Кейбір адамдар тіс жуғанды суда ағызып қойып тоқтатпайды. Жазда бақша суарғанда кейде күні бойы су босқа ағады. Кір жуатын кездерде машина аптасына 3-4 рет жұмыс істейді. Жартылай бос болса да қосып жібере саламыз. Су мен энергияның үнемдеу мәдениеті бізде дамымаған. Қазіргіде климат өзгеріп, апаттар жиілеп жатқанда, біз әр литр су мен әр киловаттымыз үшін бағалауымыз керек. Жаңа технологиялармен енгізу маңызды, бірақ одан бұрын сана мен әдет өзгеруі тиіс. Осы мәселелерді шешу үшін адамдардың көзқарасы мен күнделікті әдеттерін өзгерту керек. Су мен жарық шексіз емес. Біз оларды бүгін үнемдемесек, ертең қиын болады.